Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағы. Сендер бүгін қазір ғарышты қалай зерттейді деген тақырыппен танысатын боласыңдар. Сен бүгін ғарышты зерттейтін құралдар мен ұшатын аппараттар туралы білетін боласың. Телескоп, зымыран деген сөздермен таныс боласыңдар. Көп жылдар бұрын адамдар ғарышты қалай зерттегендігі жайлы, ертеде қандай астрономиялық жаңалықтар болған, сол туралы да білім алатын боласың. Балалар, ертеде ғалым Галилео Галилей алғаш рет ғарышты қарапайым дүрбінің көмегімен бақылап көрді. Осылайша алғашқы телескоп пайда болды. Сонымен балалар, телескоп деген бір басқаша бір сөзбен айтқанда дүрбі деген мағынаны білдіреді екен. Суретте көріп тұрсыңдар, сан алуан дүрбілердің түрлерін көріп отырсыңдар. Осы дүрбілер арқылы адамдар ғарыштағы жұлдыздарды, басқа да денелерді бақылайды екен. Адамдар телескоптың көмегімен ғарышты бақылаған. Қазіргі телескоптар заттарды нақты әрі айқын көрсетеді. Алыста орналасқан заттарды жақындатып, анағұрлым ұлғайтып көрсете алады. Телескопты биік жерлерге орналастырған дұрыс. Расатханалар, обсерватория. Бұл не екен балалар? Бұл қандай ұғым? Қазір сонымен танысамыз. Балалар, расатханалар арнайы ғимараттарда орналасқан. Онда үлкен телескоптар, дыбыстар мен көріністерді жазып алатын құралдар қойылады. Олар қалалардан алыс жерлерде, биік тауларда орналасқан. Міне суретте көріп отырсыңдар, биік тауларда орналасқан расатханалар. Бұлардың ішінде үлкен жаңағы телескоптар мен әртүрлі құралдар бар екен. Сол құралдар арқылы, телескоптар арқылы ғалымдар аспан әлемін зерттейді екен. Енді қазір біз ұшатын аппараттар туралы танысамыз. Ұшатын аппараттарға қазіргі кезде балалар ғарышты зерттеуші ғалымдар, ғаламшарлар мен жұлдыздар туралы ақпаратты жер серіктерінің көмегі арқылы алған. Жер серіктері балалар адамдарға жаңағы өзінің ұшатын әрекеттері арқылы адамдарға көп жаңағы жаңалықтарды автоматты түрде беріп отырады екен. Ұшатын аппараттардың тағы бір түрі балалар зымыран. Зымыранмен ғарышкерлер ғарыш әлеміне ұшып зерттеу жұмысын жүргізеді. Ал енді ғарыш айлағы туралы айтқым келіп отыр балалар. Жаңағы зымырандар ғарыш айлағы арқылы ғарышқа ұшырылады екен. Ғарыш айлағы біздің елімізде Байқоңырда орналасқан. Ол үлкен айлақ. Ол Қазақстан аумағындағы Қызылорда облысында орналасқан. Ал енді осы зымырандармен ғарышкерлер ғарыш әлеміне ұшады екен. Ең алғаш ғарышқа ұшқан ғарышкеріміз орыс ұлтынан шыққан Юрий Алексеевич Гагарин. Одан кейін қазақ ғарышкерлерін өздерің білесіңдер, Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов ағаларымыз екен. Балалар, сонымен есіңе сақта, қазіргі кезде ғарышты арнайы құралдар мен ұшатын аппараттардың көмегімен бақылайды екен. Жақсы балалар. Болды ғой,